Баршаңызға сәлем. Бұл видеода сіздермен 2-10 сабақтың есептерін толық бірге талдап шығаратын боламыз. Оған дейінгі есептердің барлығын каналдан таба аласыздар. Біз 421-ден жалғастырамыз. 421 логикалық тапсырма. 7 монетаның біреуі жалған. Жалған монета қалғандарынан ауыр. Кіртастары жоқ табақшалы таразымен кем дегенде неше рет өлшеп, жалған монетаны қалай табуға болады? Яғни бізде бар болған 7 монета. Ең аз өлшеу тәсілін табуымыз қажет. Енді бұл жерде менің ойымша кем дегенде 2 рет 7 монетаны жаңағы 1 монетаға бөліп аламыз да, 1 монетасын қалтырып, бір рет өлшеген кезде 3 монетаны бір жағына таразының, екінші 3 монетаны бір жағына қоямыз. Егер таразы теңесіп кететін болса, мынау қалған 1 монета жалған деген сөз. Ондай іздеу аяқталады. Бірақ бізде жаңағы жаман жағдай болуы мүмкін, е? Жаман жағдай ол кезде мына біреуі жеңіл болып, екіншісі ауыр болып кетсе, онда жеңіл жағында жалған монета деген сөз. Онда тағы бір рет өлшеуге тура келеді. Тағы бір рет өлшеген кезде біз аламыз да, 1 монетаны алып қоямыз да, жаңағындай 1 монетасын үшеудің, қалған 2 монетаны екі жаққа бөліп қоямыз. Бір жағына 1 монета, екінші жағына 2. Екеуі теңесіп кетсе, мына алып қойған монета жалған деген сөз. Ал егер екеуі теңеспей біреу жеңіл болып кетсе, онда мына монета жаңағы жалған деген сөз. Осылай кем дегенде 2 рет есептеу арқылы анықтауға болады деп мен ойлаймын. Сіздер өз ойларыңызды бұл жерде талдауға болады, себебі бұл логикалық тапсырма. Енді келесі есеп шығарайық. Келесі есеп 422. Мұнда АВЦ-ді тіктөртбұрышының ауданын тап дейді. Мына үлкен тіктөртбұрыштың ауданын табу керек. Бізге оның ішкі 2 тіктөртбұрыштың ауданы берілген. Жалпы тіктөртбұрыштың ауданы дегеніміз енінің ұзындығына көбейтіндісі, немесе ұзындығының еніне көбейтіндісі. Ендеше бір кіші тіктөртбұрыштың ауданы 10 см квадрат делінген екен. Ал 10 дегеніміз ол 2 мен 5-тің көбейтіндісі. Яғни бір қабырғасын 2, бір қабырғасын 5 деп алуға болады. Ал 21 деген ол 3 пен 7-нің көбейтіндісі. Бір қабырғасын енін 3, ұзындығын 7 деп алуға болады. Ендеше мына үлкен тіктөртбұрыштың ені 2 мен 3-тің қосындысына тең болады. 5 сантиметр, ал ұзындығы 5 пен 7-нің қосындысына тең болады. 12. Ендеше аудан АВЦ-ді тең болады еннің ұзындығына көбейтіндісіне 60 сантиметр квадратқа тең болады екен. Келесі есеп 423. Гаусс әдісін пайдаланып қосындыны табыңдар. Бірінші өрнек -2 қосу -4 қосу -6 қосылған -8 қосу -10 қосылған -12 қосылған -14 қосу -16. Бұл жерде енді барлығы теріс болғандықтан Гаусс әдісін қолдана аламыз. Гаусс әдісі бойынша мынау қатар тұрған натурал сандар ғой, тізбектей алынған бүтін сандар деген. Бүтін сандардың бұл жерде барлығы теріс сан болғандықтан жаңа натурал сандарға келтіріп алуға болады. Яғни теріс сандардың қосындысы теріс сан болады, сандарды өзара қосамыз. Ендеше мен минус таңбасын жақшаның сыртына шығарып, барлығында сандарын қоса салсам болады. Яғни 2 қосу 4 қосу 6 қосу 8 қосу 10 12 14 16 деп жазып аламын. Кәдімгі қарапайым натурал санға келді бәрі. Енді натурал сандардың барлығы тізбектей алынған ғой, 2-ге өсіп отыр. Және 2 шеткі санның қосындысы 18, мына екеуінің қосындысы 18, 18, 18. Яғни әрбір шеткі мәннің қосындысы бірдей болып қайталанып отырады. Ондай болса, біз сол 2 шеткі санды қосамыз да бір-біріне,
бізде 2 мен 16. Мұны көбейтеміз. Барлығы неше сан бұл жерде? 4, мұнда 4, 8. 8 2-ке бөлеміз, яғни 2 қосылғыштан кетті. 4-ке көбейте саламыз, яғни 4 рет қайталанады осы мән деген сөз. Сонда қысқаша минус 18-ді 4-ке көбейтеміз, жауабы сонда минус 72-ге тең болады екен қосындының мәні. Келесі екіншісінде минус 1,1 қосу минус 1,3 қосылған минус 1,5 қосылған минус 1,7 қосу минус 1,9 қосылған минус 2,1. Бұл жерде де барлығы теріс сандарды қосқанда теріс сан шығады, сандар өзара қосылады. Минус таңбасын алдына шығарып қойып, сандарды қосып алуға болады. Бұл жерде де тізбекте алынған натурал сандар болып шықты, иә? Бұл натурал сандардың екі шеткі мәнін қосайық. 2,1-ге 1,1-ді қоссам 3,2. Мына екеуін қоссам 3,2. Мына екеуін қоссам да дәл солай. Ендеше мен олар қайталанады, 3 рет қайталанып тұр, сонда екі шеткі мәнді ғана қоса саламын да, неше рет қайталанып тұр? 3 рет деп 3-ке көбейте саламын. Минус, мұнда қосындының мәні минус 3,2 шығады. Оны 3-ке көбейтем, сонда жауабы минус 9,6-ға тең болады екен. Келесі 424-ші есеп. Қосудың ауыстырымдылық, терімділік қасиеттерін пайдаланып есептеңдер. Бірінші өрнек. Минус 7-ден 3 қосу минус 8-ден 5 қосу 9-дан 4 қосылған минус 7-ден 4 қосу минус 8-ден 3 қосылған 9-дан 5. Бөлімдері бірдей бөлшектерді қосып алған тиімді, иә? Бұл жерде минус 7-ден 3-тен басайық, минус 7-ден 3-ке, минус 7-ден 4-тен мысалы жазып аламын, минус 7-ден 3 қосамын, минус 7-ден 4 деп. Екеуін қосып аламын. Одан кейін минус 8-ден 5-ке, минус 8-ден 3-ті қосып аламын. Одан кейін 9-дан 4-ке, 9-дан 5-ті қосып аламын. Енді мұнда біріншіде 2 теріс сан қосылады, таңбасы теріс болады, минус. Ортақ бөлім 7, 3-ке 4 қосқанда 7. 7-тен 7 деген ол 1 бүтінді береді, яғни минус 1 шығады екен. Келесі жақшада ортақ бөлім 8, 5-ке 3-ті қосқанда 8. 8-ден 8 ол 1 бүтінді береді. Бұл жерде де қосу минус 1 шығады жақшадан. Мұнда ортақ бөлім 9, 5-ке 4 қосқанда 9. 9-дан 9 ол 1 бүтінді береді. Сонда қосу 1. Енді бұл жерде минус 1 плюс 1 деп есептеп алып, одан шыққаннан кейін минус 1-ді қосамын деуге болады. 2 қарама-қарсы сан қосындысы 0-ге тең, сонда жауабы минус 1-дің өзі болады. Келесі екінші өрнек. Онда 1,3-тен 1 қосу 2,4-тен 1 қосу 3,6-дан 1 қосу 4,3-тен 2 қосылған 5,4-тен 3 қосу 6,6-дан 5. Бөлімдер бірдей. 1,3-тен 1-ге 4,3-тен 2-ні қосам. 2,4-тен 1-ге 5,4-тен 3-ті қосам. Және 3,6-дан 1-ге 6,6-дан 5-ті қосам. Мұнда 2,бүтінге бүтінді қосам 5 бүтін. Ортақ бөлім 3, 1-ге 2-ні қосқанда 3-тен 3 ол 1 бүтінді береді. Сонда 5-ке 1 бүтін қосылады, 6 бүтін шығады. Мына жақшада 7, 4-тен 4 1 бүтінді береді, 7-ге 1 бүтін қосылғанда 8 болады. Қосу мұнда 6-тан 6 1 бүтінді береді да, 9 ойдағымен сонда бүтінмен 10 болады. Енді қоссалым сандарды. Мұнда екеуінің қосындысы 10 4 болады. Оған 10-ды қосам, 24 шығады.
Келесі есеп 425. Тиімді тәсілмен x-тің мәнін тап дейді. Бұл жерде теңдеу болып берілген. 425. Біріншісін көрейік. Минус x тең болады 2-ден 1-дің модулі қосу минус 3-ден 1-дің модулі қосу минус 6-дан 1-дің модулі қосу минус 7-ның модулі. Алдымен барлығын есептеп алайық, мерте модуль. Бұл жерде мына оң жақты толық есептеп алайық. Модуль жақшадан әрқашан оң сан шығады. Сонда былай жазатын болсақ, теңдеу болып жазатын болсақ, минус x тең болады. Онда 2-ден 1 шығады, 3-ден 1, 6-дан 1 және 7-е жазам. 2-ден 1 қосу 3-ден 1 қосу 6-дан 1 және 7 болады. Мыналардың барлығын қосам, ортақ бөлім 6, мына 3-ден, 2-ден 1-ден беремін, мұнда 7 бүтін өз қалады. Минус x тең болады. 6-дан 3 қосу 2 қосу 1, 6 болады. 6-тан 6 деген ол 1 бүтін. Сонда мынау жалпы 1 бүтінді береді, оған 7-ні қосқанда 8. Енді маған x керек қой, минус x емес, қарама-қарсыға өзгерту керек. Онда мынаны толық қарама-қарсыға өзгертсем, x тең, мынау минус 8-ге болып кетеді. Яғни x-ның мәні минус 8-ге тең екен. Келесі екіншісінде x минус 9-дің модулі тең болады минус 5,9 қосу 3 қосу минус 4-тен 1 қосу 7. x минус 9-дің модулі тең болады. Мұнда минус 5,9 пен минус 4,1 қосып алған тиімді, е? Жаңағы терімділік қасиетін қолданып жазып алайық. Қайым жақшы. Қосамыз, 3 пен 7-ні қосып алам. Сонда x минус 9-дің модулі тең болады. Мұнда минус 10 шығады. Қосу, мұнда 10 шығады. X минус 9 тең болады. Екі қарама-қарсы сан қосындысы 0-ге тең. Енді бұл жерде x минус 9-дің модулі. Модуль жақша екі түрлі таңбамен шығатын еді сан. Тек мұнда 0 болғандықтан ол тұрақты x минус 9 тең 0-ге деп аламыз. Бір ғана түбірі табылады 0-ге тең болғанда модуль. Сонда x тең болады плюс 9-ға. Келесі үшіншісінде x плюс 1-дің модулі тең болады 2,6 қосылған минус 1,4-тен 3 қосу плюс 3,5-тен 2 қосу минус 0,125. X плюс 1-дің модулі тең болады 2,6-ға. Ондық бөлшекке айналдырсақ, 3,4 болады. 3,4-ті қосып алған тиімді. Одан кейін мұнда ондық бөлшекке айналдырсақ, минус 1,175 болады. Оған минус 0,125-ті қосып алған тиімді. Сонда x плюс 1-дің модулі тең болады. Қосындының мәні мұнда 6 болады. Оған мұнда 2 теріс саны қосылысы теріс сан минус 1 ойдағымен 2 бүтін болады. Ары қарай x плюс 1-дің модулі тең болады. 6-дан 2 азайтылады 4-ке. Бұл жерде санға тең болғанда модульді екі түрлі аламыз. X плюс 1 4-ке және немесе деп айтамыз. X плюс 1 тең минус 4-ке деп аламыз. Енді мына жерде x табатын болсақ, 4-тен 1 азайтылады 3-ке тең. Онда минус 4, минус 1 екеуі қосылады, минус 5-ке тең болады. Осында екі түрлі табылады екен. Есеп теңдер дейді. Осындай үлкен өрнек берілген. Амалдап астына шығарайық толық. Бірінші амал алымынан бастаймыз. Жақшаның ішінен 7,8-ден азайтамыз 2,625-ті. Мұнда нөлдер деген сөз. 8 таратамыз. 10-дан 5 алғанда 5. 9 түседі. 9-дан 2 алғанда 7. Мұнда 7 қалды. Одан 6-дан азайтсақ 1 болады. 7-ден 2 алсақ 5.
Енді екінші амалда осы шыққан мәнді мынаған көбейтемін. 5,175. Мынау жай бөлшек болғандықтан мен 5,175 дегенді мыңнан қалай тұр солай, яғни 5175 деп жазып аламын. Оны көбейтеміз 23-тен 16-ға. 1000 мен 16 екеуі де 4-ке бөлінеді, 4-ке қысқартамын. 8-ге қысқартуға болады. 16 8-ге бөлсек, мұнда 2 болады. 1000-ды 8-ге бөлсек, 8 бен 1000-ны 125-тің көбейтіндісі 1000 ғой. Сондағы 8-ге бөлгенде 125 болады деп бірден жазуға болады. Енді 5175 25-ге бөлінеді. Сонда 25-ге қысқартуға болады. 125-ті 25-ге бөлгенде жаңағы 5 қалады. Мынаны 25-ге бөлгенде 51-дің ішінде 25 2 рет бір қалдық, 17-дің ішінде 0 рет, 175-дің ішінде 7 рет. 207 болды, енді мұнда 5 қалды. 207 23-ге бөлінеді, 9-дан болады. Сонда мұнда 1, мұнда 9 қалады. Ендеше нәтижесі 9 көбейту 2 қалды, ал мұнда бөлімінде 5 қалды. 18 бөлі 5. Осылай қала берсін, себебі келесі амал мына бөлшек бөлу деген сөз ғой. Сонда үшінші амал мынау 2 болды. Бөліміне түсеміз. Мұнда қосуды орындаймыз. 2,9-дан 5-ге қосамыз 1,45-тен 11. Бөлім 45, мынаған 5-тен беремін. 2-ге 1-ді қосқанда 3, 45-тен 25 қосу 11. 3,45-тен 36 болады. Бұл жерде 9-ға қысқартуға болады. 3,5-тен 4 болады. Енді төртінші амал. Осы шыққан мәнді мынаған көбейтемін. 3,5-тен 4-ті көбейтеміз 2,19-дан 7-ге. Бұрыс бөлшекке айналдырып аламын. 5-тен 15 қосу 4 19 болады. Көбейтемін 19-дан 2-ге көбейтемін 38, 7-ні қосам 45 болады. 19-ға қысқарып кетеді. 5-ге қысқарады, 1 мұнда 9. Соның нәтижесінде 9 шығады. 5-ші амал ол бөлу амалы. Ал мұнда екінші амалдан шыққан 5-тен 18-ді бөлеміз 9-ға. Яғни 5-тен 18-ді 9-дан 1-ге көбейтеміз деген сөз. 9-ға қысқарады, мұнда 2 қалады. Нәтижесі 5-тен 2. Келесі мына жақ бөлшекті шығарамыз. Бұл бізде мына 4-ші амал болды, мұнда 5-ші амал болды. Енді 6-ші амал мына жақшаға келеміз. Бұл жақшада бөлімін орындап аламыз. 6-ші амал болады. Яғни 5,6-ға қосамыз 5-тен 2-ні. 5-тен 2 дегенім ол 0,4. Сонда 5,6 қосу 0,4. Бұл 6,ге тең болады. 7-ші амал ол мына бөлшек бөлу. Ал мұнда 13,8-ді бөлеміз. Бөлімінде шыққан 6-ға. 13-тің ішінде 6 2 рет, 6 2 12, 1 қалдық, өтір, одан кейін 8. 18-дің ішінде 6 3 рет, 6 3 18, 0 қалдық. Енді 8-ші амал ол мұна азайту. 3-тен жаңағы шыққан 2,3-ді азайтамыз. Өтір, мұнда 0 болады. 10-нан 3-ті алсам 7, өтір, мұнда 0. 9-ші амал соңғы емес көбейту амалы. 8-ге көбейтеміз. Осы шыққан 0,10-нан 7-ні 8-ге көбейтемін. 56, 95 ойда 0, ойдағы мен 5. Бірден кейін бір орын 5,10-нан 6 шығады. Сонда соңғы 10-ші амал ол мұна қосу болады. 5-ші амалдан шыққан 5-тен 2-ге жаңағы шыққан 5,10-нан қосамыз. 0,4, оған 5,10-ны қоссақ 6 бүтін. Яғни өрнектің мәні 6-ға тең. Осымен біз бұл тақырыпты аяқтадық. Келесі видеода 2-де 11-ші сабақтың есептерін толық талдап шығаратын боламыз. Барлығы каналда бар. Тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.